Бүгін сіздермен ерекше дәмді болып шығатын алма бәлішін дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Бәлішімізге керек заттар: ұн, қант, жұмыртқа, қопсытқыш және де 82% сары май қажет. Ыдысымызға ұн, қопсытқышты саламыз. Қант пен сары майымызды қосып, қамырымызды біркелкі етіп илейміз. Бір жұмыртқамызды қосамыз. Міне осындай жұмсақ етіп қамырымызды илеп аламыз. Біз салмамызды дайындағанша қамырымызды тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Бізге 2 алма, сары май және де қант қажет. Тоңазытқышта тұрған қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігін тегістеп, біз формамызға орналастырамыз. Табамызға сары майымызды салып, қыздырамыз. Алма мен қантымызды саламыз. Міне алма осылай жұмсарғанша біз қуырып аламыз. Біраз суытып, қамырымыздың үстіне дәл осы видеодағыдай етіп жайып шығамыз. Қамырымыздың екінші бөлігін бәлішіміздің бетіне әдемі етіп қойып шығамыз.
Осылай дайындап болғаннан кейін біз бәлішімізді 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің өте дәмді, тез дайын болатын алма бәлішіміз дайын болды. Піскеннен кейін бетіне қант ұнтағын сеуіп ұсынсаңыздар болады. Ас болсын.